Келесі 1102 есебіміз АД кесіндісінің ұзындығы АБ кесіндісі ұзындығының 75%-на тең. СБ кесіндісінің ұзындығы АВ кесіндісінің ұзындығының 60%-на тең. СД кесіндісінің ұзындығы АБ кесіндісінің ұзындығының неше пайызына тең дейді. Бізде АБ, бастапқы АБ-мыз, ол бізде 100%-ға тең. Аралығын 100%-ға тең. Енді ДВ-ны тауып алайық осы жерден. ДВ дегеніміз 100%-дан азайтамыз мына бір аралықта, яғни АД аралығын. Ол бізде 75%-ға тең. Сонда ол 25%-ға тең екен. Яғни аралығымыз 25%-ға тең. Енді СД аралықты білу үшін, СВ-дан азайтамыз ДВ-ны, яғни ол 60%-дан азайтамыз 25%-ды. Оның нәтижесі тең болады екен бізде 35%-ға. Сонда СД аралығы 35%-ға тең екен. Келесі 1103 есебіміз өрнекті ықшамдап мәнін табыңыздар дейді. Біріншісі 0,9х қосылған 4-3х. Оны ондық бөлшек түрінде жазып алайықшы. Сонда 0,175х болады. 4-3х-ті ондық бөлшек түрінде жазып алдым. Азайтамыз 1,15х. Тең. Енді орындайық. Екеуінің қосындысы бізде 1,165х-ға тең. Азайтылған 1,115х. Азайтатын болсақ, нәтижесі тең болады 0,15х-ға. Енді х-тің орнына 3 санын қой деген, сонда 0,15-ті көбейтеміз 3-ке, нәтижесі 1,15-ге тең екен. Келесі екіншісін шығарайық. 5,83y. Оны біз ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 5,375y болады. Қосылған 2,125y. Азайтылған, бұны бөлшек түрінде тұра берсін. Ол бізде 1,16-9y. Тең. Қосындысын алайық, ол бізде 7,625y болады. Азайтылған 1,16-9y. Тең. 7,625 санын бөлшек түрінде жазатын болса, 7, қысқартып жіберетін болса, 8-5y болады. Азайтылған 1,16-9y. Ортақ бөлім береміз 2 санынан. Азайтатын болсақ 6 болады. Бөлшектің бөлімінде 16, 1y. Енді y-ті орнында 4 саны тұр. Көбейтейік, сонда 6,16-дан 1 көбейтілген 4. Тең. 16 болады. Араласанды бұрыс бөлшекке айналдырып жазам. Алымында 97 көбейтілген 4. Тең. Қысқартып жіберейік. 4 болады. 97 бөлшектің бөлімінде 4 болады екен. Сонда 24,4-тен 1. Ондық бөлшек түріне жазатын болса, 24,125-ге тең екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 1,6-5х азайтылған 3-2х қосылған 0,125х. Ортақ бөлім береміз 6 санынан 2 болады. Бөлшектің бөлімінде 6, 1 бүтіннің өзін жазып қоям. 4 болады, 1х болады екен. Қосылған 0,125 деген жол 4-тен 1х. Ортақ бөлім береміз 12 санынан 3, 2, бүтін бөлігі 1, бөлшектің бөлімінде 12, алымы 5 болады.
Демен x-қа тең. Енді x-тің орнына 6 санын қой деген. Сонда 1,12-ден 5 көбейтілген 6. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып жазатын болсақ, 2 алымда 17 бөлшектің бөлімінде 2, ол дегеніміз 8 алымда 1 2 8,5-ке тең болады екен. Келесі 4-шісін шығарайық. 6,12 y қосылған 1,5-тен 2 y, ол деп отқан 1,4 y болады. Азайтылған 0,132 y. Қосындысын алатын болсақ 7,5 y болады. Яғни 152 y азайтылған 0,132 y нәтижесі 7,2 y кетен. Енді y-іміз 5-ке тең болғанда көбейтеміз 5-ке, нәтижесі тең болады 36-ға.